Бүгін сіздермен дәмді әрі жұмсақ болып шығатын балды тортының рецептімен бөлісемін. Ол үшін бізге 300 грамм бал, 4 жұмыртқа, 2 ас қасық сода, 370 грамм ұн, 180 грамм сары май, 140 грамм қант қажет. Қайнап жатқан суымызға балымызды қоямыз, 15 минут қыздырып аламыз. Үстіне содамызды саламыз, көпіршігенше араластырамыз. Біздің тортымызға содамыздың дәмі шығып кетпеу үшін осылай көпіршітіп аламыз. Енді ыстықтай күйінде үй температурасында тұрған сары майымызды салып араластырамыз. Маргарин салуға болмайды. Ыдысымызға жұмыртқамызды, үстіне қантымызды салып, көпіршігенше араластырамыз. Біздің сары майымыз әбден ерігеннен кейін жұмыртқа мен қантты массамызға барлығын құятын боламыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Үстіне ұнымызды 3 бөлікке бөліп қосамыз. Пергамент қағазымызға дөңгелек формамызды қойып, 3 ас қасықтан осылай жайып шығамыз.
Барлығын дайындап алғаннан кейін 170 градуста 7-8 минуттай пісіріп аламыз. Енді біз кремін дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге 33% сливки және сгущенка қажет. Ыдысымызға сливкимізді құямыз. Оның үстіне сгущенкамызды құйып, қоюланғанша араластырамыз. Міне біздің креміміз дайын. Біз формамыздың көмегімен барлығын осылай жинайтын боламыз. Енді креміміз толық сіңгенше біз тоңазытқышқа 1 сағатқа қойып аламыз. Міне біреуін біз сыртын әдемілегенге үгітіп аламыз. Енді біз үгілген бөлігімен сыртын жақсылап қаптайтын боламыз. Міне біздің тортымыз дайын, өте жұмсақ және дәмді болып шығады. Жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген сенімдемін.